بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Taqdırdın qanday sınına da eğilip bugülmey, qiyindiqtarda jasımay, ауыртпалық атаулыны атан түйедей көтере білген, айналасын күлкінің күміс шуағына бөліп жүретін Мұхаммедбек Бекмұхамбетұлынан қапыда көз жасып қалғаныңа сенгім келмей. Саналы ғұмырында 2 ұл 4 қыз өсірген, немере сүйген адамды арманда кетті деп сірәді айталармысыз? Тек қошқардай қосылының қазасы қабырғасын қақыратып кеткені болмаса, Батпан ауырға арқасын жасымай тосқан алыптардың өзі, перзент қазасының күйігінен қаусабақ түскен талай естідік, көрдік де. Десе де бергенде Құдай өзіңсің, алғанда Құдай өзіңсің деп, ақыр түбі сабыр еткеннен басқа пенде жазғанда не амал бар? Мұқаң бұл сынға да шыдады. Тағдырдың ісіне шара жоғын ұққан саналы жан сабырға тоқтағаннан басқа не істесін? Өмір жолына көз салсақ, Мұхаммедбек Бекмұхамбетов 1952 жылдың 18 наурызында Алматы облысы Нарынқол ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келді. Табалдырғын 1959 жылы аттаған Жамбыл Жабаев атындағы орта мектепті бітірген соң, көп ұзамай әскери борышын өтеуге аттанды. Бұл 1971 жыл болатын. Әскерден оралғаннан кейінгі 1974 жылдың 5 қаңтарын ерекше атап өткен жөн. Себебі дәл осы күннен бастап оның өмірлік қызметінің тағдыры шешілген еді. Олай дейтініміз дәл осы күні Нарынқол аудандық мәдениет бөліміне көлік жүргізуші болып жұмысқа орналасады. Өзі де өнерден құралақан емес, Мұқаңның бұдан соңғы бүкіл өмірі өнер адамдарының арасында өтті деуге болады. Көлік тапшы заманда шопырдан қадірлі адам болмайтын. Аудандық мәдениет үйінің өнерпаздарын былай қойғанда, ел жаққа ат басын бұрған, мүйізі қарағайдай өнер иелері де барар жеріне Мұқаңның көлігіне мініп баратын. Мұқаңның микрофонды қажет етпейтін, баритон даусына қызығып Алматыға келуге кеңес беріп, басына үй, өзіне қызмет ұсынғандар да аз болмаған. Мәселен 1975 жылы Иса Байзақовтың күйеу баласы, белгілі өнер иесі Бердібек Бейсеновпен әйгілі қобызшы Сыпатай Үмбетбаев қазақ концертке қызметке шақырып, Алматы қаласынан 2 бөлмелі пәтер ұсынған еді. Жастығы шығар. Мұқаң бұл тосын ұсынысқа аса мән бермеген ұқсайды. Бәлкім ортан жолдан келіккенде ар көрген болар. Бүкіл жағдайыңды қамдап, жайыңды жасап береміз деп тұрған ұсыныстан бас тарту үшін өнерді тым терең түсініп, тым биік бағалау керек деген шығар. Мұхаммедбек Бекмұхамбетовтың өмірінде алтын әріппен жазылатын тағы бір дата бар. Бұл 1975 жылдың көктемі, сәуір айының 29-ы. Өмірлік адал жары, 6 баланың анасы, Жамбықан Бақтораз қызы. Бұл кезде өрімдей бой жеткен болатын. Бұл осы 2 жастың сөз байласып, серттескен, адал некенің ақ жолын аттап шаңырақ көтерген күні. Ақырғы деміне дейін қасында болған, тіпті таяққа сүйеніп қарғадым жер мұң болған қиын күндерді де қолтығынан сүйеуден шаршамаған. Қуанышын асырып, қайғысын жасырып баққан адал жар ер азаматтың нағыз бақыты болса керек. Ел арасында Мұхаммедбек айтыпты деген сөздер аңызға бергісіз оқиғалар жиі айтылады. Мұқаңның атын естімегендер де оның сөздерін анекдот қылып айтып жүреді.
баягынын кожанасыры мен алдар көсөсө, жиренişe шешени де аспаннан түсө калды деймисиз. Осундай тилинин тикени бар, текти калжыңдын акышына келтирип айта алатындардын аркасында кептелген ғой. 80-ші жылдардың ортасында әйгілі Шерхан Муртаза іс-сапармен ауданға келіп, алқа қотан отырып алып қарқ-қарқ күлген жұртты көріп, жақын арада тоқтай қоймаған көңілді жұрт әлдегімді қаумалап, бейне бір театр тамашалауға жиналғандай иінтіресе қалыпты дейді. Жазушы ақыры шыдап тұра алмапты. Баспалап келіп қараса, дүйім жұртты аузына қаратып бір жігіт есіп отыр дейді. Жұрт қыран топан болатындай бар екен. Сөзімірдің оғындай, әзіл шыны аралас оқиғаларды шебер баяндап, өзі де қалың елмен бірге мәз болып отырған сол сағаз көп ұзамай Шерхан Муртазаның басқаруындағы Қазақ әдебиеті газетіне жарық ете қалды. Тақырыбы да сойқан. Мұхаммедбектің айтқандары. Дайындаған ана мынау емес, Қадыр Мырзалидың нақ өзі. Сөйтсе Шерхан жай кетпей әлгі әңгімелердің нобайын жадына тоқи кетіпті. Белгісіз біреу дегізбей, тәпіштей жүріп Мұқаңның жай жапсарын қағазға түсіріп алыпты. Сөйткен Мұхаммедбек мен енді арамызда жоқ. Өлді деуге боламы айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған деп Абай айтқандай. Артында сөзі бар, ізі бар адам мың жасамай кімнің жасайды. Заманнан заман озар, дүние жаңғырар, ел жаңарар. Сол заманда Мұхаммедбек айтпақшы деп қазақтың бір баласы сөз сабақтап тұрар. Оны көріп екінші біреу, мұны айтқан менің бабам деп шалқақтап, масаттана сөйлер. Демек, мәңгі жасау дегеніңізде осы емес пе? Бүгін сенің мейіріміңе зәрумін. Көкірегімді көтертпейді, ауыр мұң, тірлігінде сезінбейді екен біз орны бөлек болатынын бауырдың. Ағатай-ау, асықтың ба алшаққа, қос құлының бар еді бұл жақта, кеттің бекен мұн өмірден кім білсін екеуіне мәңгі пана болмаққа. Шар басыңда шырайын алдау қазамың, тағдыр салған жан жараңды жазар кім? Бізде қарсы тұра алмадық қайтейік, қоңырауы соғылғанда ажалдың. Әзілдерің сарқылмаушы сан түрлі, ақ көңілің жатсын баушең әркімді, еркелеп кеп мойныңа асылып қос құлының бассын аға мауқыңды. Анаң қалды, ет жүрегі елжіреп, жарың қалды қос жанары мөлдіреп, тауым құлап қар сайрылды аспаным естігенде, мен өзіңді өлді деп ізіңдаға ұрпағың бар жалғайтын, шырағыңды айта алмайым, сөнді деп қош аға. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы, жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып, жұлдыз неткен мұңлы жарық, мұңлы жарық.
жұлдызағы сарғалдаққа бір қуанып қызғалдаққа бір қуанып өмір өтті ау сырға бағып сырға бағып көк аспаннан бара жатып өмірімнің жұлдызағы жетем деген арман жоқ бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жарық мұңлы жарық арманыңа асығасың тасынасың басыласың әр адамның жайы осылай кімнен нені жасырасың өмір 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 деген кімге бақыт кімге қайғы кейде гүлдеп көңілдегі кейде оянды мұң қамайды бұл өмірдің сынағы көп шыда бірақ шыда жүрек ертеңіңнен күдер үзбе жаным бүгін жылады деп өмір 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 деген кімге бақыт кімге қайғы кейде гүлдеп көңілдегі кейде оянды мұң қамайды өмір өмір деген кімге бақыт кімге қайғы кейде гүлдеп көңілдегі кейде оянды мұң қамайды кейде гүлдеп көңілдегі кейде оянды мұң қамайды